Мына қолыңды жуғанда Алла сауабыңнан жеткере көр дейсің. Алла Тағала сауабын қай кезде жүрсің, дәрет алғанда болып жүрсің. Аузыңды шайғанда, сосын қолыңды жуып аузыңды шайғанда иман байлығыңды бере көр дейсің. Сосын мұрныңа су атасың. Ертең Одинаға барғанда пеш пен жұмақтың иісін келтіре көр дейсің. Екі көзіңді жуғанда Одинаға барғанда Мұхаммед пайғамбарым жүзін көрсете көр дейсің. Сосын енді мына білекті жуасың ғой. Мына білекті жуғанда ертең Одинаға барғанда пештің есігін ашқыза көр дейсің. Мынаны жуғанда су қалай төгілсе, Алла Тағала күнәмді солай төге көр дейсің. Енді мынадан былай сорасың ғой. Одинаға барғанда Мұхаммед пайғамбардың көктерегін төбеме көлеңке қыл дейсің. Енді былай аласың ғой. Одинаға барғанда Мұхаммед пайғамбардың көктерегін түбіне көлеңкелетіп жатқыза көр Алла дейсің тілек. Намазда да осы тілек бәрібір. Осы намазды оқыған тілексіне аударғанда сондай келеді дейді. Сосын енді жаңағы мына құлағыңды жуғанда естігенім азан болсын, оқығаным намаз болсын, жүрген жерім пеш болсын, жүрген жерім мешіт болсын, бара жерім пеш болсын дейді. Мына екі аяғыңды дәрет алғанда мына пештің табалдырығын аттата көресің, мына аяқты жуғанда жаңағы қияметтің қыл көпірінен қайғыза көрме дейсің. Мына бетіңді жуғанда екі дүниеде жүзімді жарқын қыла көр Алла дейсің. Екі дүниеде жүзің жарқын болса арманың жоқ қой. Бұл дүниеде кінәң болмаса, өтірік айтпасаң, өсек айтпасаң, ала жібіп аттамасаң, кісінің ақысын жемесең, әрине екі дүниеде жүзің жарқын болады. Сондықтан екі дүниеде жүзімді жарқын қыла көр деп бетіңді жуасың ғой.